Сәлем тоқымашы ханымдар, тоқыманы жақсы көретін ханымдар. Біз бүгін осындай балеткамызға осындай украшение тоқитын боламыз. Ол үшін бізге мынандай пайеткалар керек, қайшы керек, және ілмек біз керек, крючок керек. Онда бисмилля деп бастайық. Біз ең алдымен 11 воздушный петля іліп алуымыз керек. Енді осы тізбектің біреуін қалдырып, екіншісінен бастап 10 столбик без накида тоқуымыз керек. Жіпке жақын тұрған қабырғасынан өткіземіз, 10 тоқуымыз керек. Тізбектің соңына дейін столбик без накида тоқып алғаннан кейін бір воздушный петля көтереміз. Тоқыған тізбегімізді айналдырамыз. Енді ішкі жағынан біз кішкене қысқарту үшін, жандары былай қысқа болу үшін, біз қазір мына тұрған тізбекке тоқымаймыз. Бірінші ілмекке тоқымаймыз. Келесіне моншақпен бірге тоқимыз, пайеткамен бірге. Кейінгісіне бір столбик без накида. Келесіне тағы бір пайеткамен. Одан кейінгісіне бір столбик без накида. Бірінші қатарда біз айтқандай 5 пайетка тоқуымыз керек. Міне қыздар, 5 тоқыдық. Енді бір воздушный петля айналдырамыз. Бұл жерде де сондай. Мына біріншісіне тоқымаймыз, екіншісінен бастап тоқимыз. Бұл жерде моншақ қоспай, жай бір қатар столбик без накида тоқимыз. Соңына дейін 9 столбик без накида болды. Енді бір воздушный петлямен көтереміз. Екінші қатарда біз 4 пайетка қоямыз. Тағы да мына жерге емес, біріншіге емес, екіншісінен бастап пайеткамен тоқимыз. Бір пайетка, бір столбик без накида. Мына жерде соңғысында да біреу тоқиық. Енді бір воздушный петля айналдырамыз. Бұл жерде міне қыздар 4 болды. Мынаны қалдырып, мынадан тоқимыз тағы. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Бір воздушный петля. Енді 3 пайеткамен тоқимыз. Біреуін қалдырамыз мына жерден. Біреу, бір просто столбик без накида. Тағы бір моншақпен, бір жай столбик без накида. Келесіне бір моншақпен тоқимыз. Енді бір столбик без накидамен аяқтаймыз. Енді мына жерімізді жасыруымыз керек. Осылай артық жібін кесіп тастаймыз. Енді қыздар, дәл осылай екіншісін тоқимыз.
Міне қыздар, мен екіншісін тоқыдым. Енді екеуін былай біріктіргенде бір-біріне беттестіріп теріс жағымен қоямыз. Крючокты біріншіден де екіншісінен де өткіземіз. Столбик без накида тоқимыз. Біріншісінен де өткіземіз, және екінші тоққанымыздан да өткіземіз. Осын біріктіріп алдық. Енді мына петлямызды сәл ұзартып, мына жіпті арасынан өткізіп, закреплять етіп аламыз. Енді қыздар, қалған екі жіппен бұлай дәл ортасын орап шығамыз. Қалыңдығын өздеріңіздің қалауларыңызша орайсыздар. Қыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді арт жағына оралғанның ортасынан жіптерді өткізіп, ортасын мына жерін түйіндеп жіптерді бекітіп алуымыз керек. Артық жіптерін кесіп тастаймыз. Қыздар, осымен мастер-класс аяқталды. Үлкен балеткаларға тоқыларыңыз келсе, мынау сияқты үлкен балеткаға украшение женский размерларға жасағыларыңыз келсе, мындағы бірінші қатардағы пайетка санын 7-ден бастасаңыздар болады. 7-6 деп 3-ге дейін. Сонда үлкен бантик шығады сіздерден. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алла қолдарыңызға қуат берсін.